Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. 5-ші сынып. Балалар, біз сіздермен ежелгі көшпелілер мәдениеті бөлімін аяқтадық. Бүгін бізде жаңа бөлім, 5-ші бөлім, су тіршілік көзі. Сабағымыздың тақырыбы сусыз өмір жоқ. 1-ші сабағы. Сабақтың мақсаты мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Бүгінгі сабақта танысатын жаңа сөздеріміз: үнемдеу, сұрауы бар, аштық, шөл. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Балалар, суды біз барлығымыз білеміз. Сусыз адам тіршілік ете алмайды екен. Ал ондай болса, мына сұрақтарға жауап беріңіздерші. Сусыз жасалатын тағамдарды білесіз бе? Судың қандай пайдасы бар? Күніне қанша литр су ішесіз? Суды қалай үнемдеуге болады? Айтылым тапсырмасы. 1-ші тапсырма. Судың ерекшелігіне байланысты берілген сөздерден сөз тіркестерін құра. Сын есімдердің түрлерін ажырат. Не, қандай, түрлері, пайдасы, зиян заттар. Мысалы, мөлдір бұлақ деген сияқты сөз тіркестерін құрайсыздар. Орындалу уақыты 5 минут. Дұрыс құралған сөз тіркесіне 1 балл. Яғни сіз неше сөз тіркесін құрай алсаңыз, әрі дұрыс болса, әр құралған сөз тіркесіне 1 балл беріледі. Енді балалар, дәптерімізді ашайық. Дәптерімізге жазылым тапсырмасын орындаймыз. 2-ші тапсырма. Суды біз қайда, қалай қолданамыз? Тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құраймыз. Өсімдіктер, жануарлар, күнделікті тұрмыс, ауыл шаруашылығы, минералды тыңайтқыш, бу қондырғылары. Қажетті сөздеріміз: суару керек, жайқалып өсу, су ішу, өмір сүре алмау, жүру, жуыну. Тапсырманың дескрипторы: мәтін құрастырасыздар, 2 балл. Қажетті сөздерді қолдану, 2 балл. Сауатты қатесіз жазу, 1 балл. Жалпы 5 балл. Орындалу уақыты 10 минут. Ал балалар, тілдік бағдар айдары бойынша сөз таптарының бірі сан есімге тоқталамыз. Сан есім заттың санын, ретін, мөлшерін білдіреді. Неше, қанша, нешінші, нешеу деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік количественное, реттік порядковое, жинақтық собирательное, бөлшектік дробное, топтау разделительное, болжалдық приблизительное. Ал балалар, сан есімнің түрлері түсінікті болса, онда жазылым тапсырмасын орындайық. Төмендегі есептік сан есімдерден реттік сан есімдер жасап, оларды сөзбен жаз. Үлгісі көрсетілген. Реттік сан есімнің жұрнақтары: ыншы, інші, нышы, ніші. Жақсы балалар, сабағымызда өз мәресіне жетті. Сабақтың қорытындысы бойынша бағдаршам әдісі арқылы білгендерімізді ортаға салайық. Қызыл түс түсініксіз, әлі дайындығым аз. Сары түсі толық түсінбедім. Жасыл жақсы түсіндім.